Сәлем, менің есімім Аружан және мен фрилансер журналистпін. Қазақстандағы халықаралық стандарттарға сай жұмыс істейтін FactCheck.kz порталында істеймін. Бүгін сіздерге қашықтан істейтін журналистің идеал бір күні мен жұмыс барысын көрсетем. Менімен бірге болыңыздар. Мен адам құқықтары, сөз бостандығы мен жалған ақпарат, технология, факт-чекингке байланысты жаңалық жазам. Таңертеңгі уақытым көбіне ақпарат жинаумен басталады. Қайда не болып жатыр, қандай тақырыптар өзекті, соның бәрін зерттеймін. Ақпараттың дерек көзі фактілерге негізделгені өте маңызды. Сол себепті жаңалық порталдары, әлеуметтік желідегі деректер, сарапшылар пікіріне мұқият мән берген дұрыс. Өз басым Азаттық радиосын, Власть.kz, Deutsche Welle, BBC, Рейтер басылымдарын үнемі бақылап оқимын және болашақ журналистерге де осындай сенімді ақпарат көздеріне жүгінуге кеңес беремін. Бүгінгі жұмыс күнімді Snopes басылымының осы бір мақаласынан бастағалы отырмын. Бұл факт-чек материал. Жалпы ақш-тағы президенттік сайлаудан кейін Дональд Трамп пен Илон Маскқа байланысты көптеген жалған ақпарат тарады. Және бүгін осы Snopes басылымындағы Илон Маск өзінің Cybertruck өнімін шығару үшін бостандық мүсін балқытқалы жатыр ма деген мақаласына рерайт жасамыз. Оған қоса Оңтүстік Корея, Грузия, Румыниядағы жағдайларға байланысты жаңалық бермекпін. Шетелдік басылымдармен жұмыс істегеннің ең бір ләззат сыйлайтын әрі қиын тұсы мәтінді өте мұқият әрі калькасыз аудару керек. Бұл ұқыптылықпен қоса ағылшын тілін жетік меңгеруді талап етеді. Жалпы әрбір журналист бірнеше тіл білу керек деген позицияны ұстанамын. Өйткені бұл жұмысқа кірерде сені ерекшелейді, әрі ақпараттық кеңістігің артады, сұранысқа ие маман боласың. Күннің ортасы ең белсенді уақыт. Жаңалықтарымды жазып болған соң, мен апта ішіндегі қызық жаңалықтарға шолу жасап, видеоға сценарий жазам. Бұл да бір күрделі процестердің бірі. Өйткені аудиторияның назарын тарту үшін қызық жаңалық таңдау, мәтінді ықшамдап жазу, тартымды тақырып пен кадрларды ойластыру, бәрі уақыт пен креатив идеялар талап етеді. Ауғай, емеске жібердім ғой сценарийларды. Қазір метроға кіріп бара жатырмын, бір жарты сағатта болады. Аха, жақсы. Қашықта істесең де жауапкершілігің екі есе жоғары болады. Өйткені мен фриланста жүргенмен офиста отырған шеф-редакторым, мультимедиалық редактор, одан кейін сценарийге жауап беретін видеограф бала, сол менің жазған жаңалықтарымды, сценарийларымды бір тексеріп шығады. Сондай кезең-кезең тексерістен өткеннен кейін ғана біз түсірілімге кірісеміз. Қазір мен кешкі түсірілімге бара жатырмын. Мақаланы не бейнені дайындап болған соң, оны аудиторияға жеткізуді ойлайсың. Әр сөз, әр кадр маңызды. Материал жарияланған соң, мен үшін ең қызық сәт оқырмандардың пікірін оқу. Бұл олардың қандай мәселеге мән беретінін түсінуге көмектеседі. Агенттің көпшілікке қашан ұсынылатыны белгісіз. Оқылдың хабарлауынша, алдымен оны алдын ала құрылған шағын топ тексеріп көреді. Содан кейін ғана ол көпшілікке ұсынылуы. Суретте біріншісі ішімдік ішетін адамның миы, екіншісі ішпейтін адамның миы. Журналистика бұл жұмыс емес, бұл өмір салты. Күнделікті істеп жатқан тірлігіміз бізге жаңа эмоциялар, жаңа таныстықтар береді. Және біз журналистер әдетте теледидарда отырып, жаңалық жүргізетін, репортаж жасайтын маман деп қарастырамыз. Бірақ бүгінгі менің рутинамнан сіздер журналистиканың жаңа қырын таныдыңыздар, пайдалы ақпарат алдыңыздар деген ойдамын.